Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 4-ші сынып пікірлердің ақиқаттығы және жалғандығы 94-ші сабақты бастаймыз. Бірінші есепке қараймыз. Сурет бойынша ақиқат пікірлер құр дейді. Бірінші суретте қыз кітап оқып отыр, бірақ үтік бізде күйіп жатыр. Екіншісінде бізде газ жанып жатыр. Үшіншісінде бізде отты өшірмей кетті. Бұл өшірмей кеткендігі туралы ақиқат. Үшіншісінде бізде шырша өртеніп жатыр. Осылай бірінші тапсырманы жазсаңыздар болады. Келесі бізде екінші тапсырма пікірлерді оқып, олардың ақиқаттығын және жалғандығын анықта дейді. Бұл жерде өрт кезінде 101-ге хабарлас дейді. Өрт екіншісінде бұл бізде ақиқат, өрт кезінде 101-ге хабарласу, бұл бізде ақиқат. Екінші, өрт кезінде үйде жасырыну керек. Бұл бізде жалған. Өрт кезінде біз барынша тездетіп сыртқа шығуымыз керек. Бұл бізде екіншісі жалған. Үшіншісі өрт тілсіз жау. Ол ақиқат, тілсіз жау. Төртіншісі өрт сөндірушілер сөндіреді. Бұл бізде ақиқат, өздігімізден үлкен өртті сөндіру мүмкін емес. Төртіншісі және де бесіншісі өрт сөндіргіш құралды қол жетпейтін жерде сақтау керек. Жалған. Керісінше біз оны қолымыздың жететін жерінде тез көмекке бару үшін сақтауымыз қажет. Яғни бесіншісі бізде жалған екен. Келесі бізде үшінші есеп. Жалған пікірлерді оқы дейді. Үшіншісінде кез келген төрт бұрыштың үш төбесі бар дейді. Яғни мына жерде бізде былай берілген, әрбір пікірді екендігі жалған сөзімен аяқталатын жаңа пікірмен алмастыр. Қандай пікірлер пайда болды, қандай қорытынды жасауға болады дейді. Мысалы, кез келген төрт бұрыштың үш төбесі бар екендігі жалған деп біз осылай сөйлем құрастыруымыз қажет. Үшіншісінде кез келген төрт бұрыштың үш төбесі бар екендігі жалған. Тонна ұзындық өлшем бірлігі екендігі жалған. Үшіншісі 45 пен 10 сандарының қосындысы 54-ке тең екендігі жалған. Ақиқат пікірлер пайда болады. Төртінші және есіңде сақтаны оқып аламыз. Егер пікір ақиқат болса, онда теріс пікір жалған болады. Ал егер пікір жалған болса, онда теріс пікір ақиқат болады. Емес екендігі жалған сөздердің көмегімен пікірді жоққа шығаруға болады дейді. Арғарай бізде төртінші есеп. Жоққа шығар ойыны екендігі жалған сөзімен аяқталатын пікірлер құр дейді. Мына жерде дельфин орманда өмір сүреді. Яғни дельфин бізде орманда өмір сүрмейді. Яғни жоққа шығарамыз. Екендігі жалған деген сөзді қосатып боламыз. Келесі бізде төртіншісі. Дельфин орманда өмір сүретіндігі жалған. Әтеш ұша алатындығы жалған. Әлия балмұздақты ұнатпайтындығы жалған. 4-2-ге бөлінбейтіндігі жалған. Тауықтың 4 аяғы бар екендігі жалған. Театрда адамдар спортпен айналысатындығы жалған. Мысық тышқанды ауламайтындығы жалған. Осындай жалған деген сөзбен екендігі жалған деген сөзбен қосып жазатын боламыз. Келесі бізде бесінші есеп. Ақиқат пікірлерді тап. Егер пікір жалған болса, жоққа шығар дейді. Мына жерде бізде 12 саны 2 таңбалы сан және жұп сан. Бұл бізде ақиқат. Екіншісі 27 саны 9-ға бөлінеді және 30-дан үлкен. Бұл бізде жалған. Және де біз оны ақиқатқа ауыстырамыз. 36 мен 14 сан 27 мен 9-ға бөлінеді және 30-дан үлкен емес. Үшіншісі бізде 36 мен 14 сандарының қосындысы 40-қа тең. Бұл бізде жалған. Ал ақиқатқа айналдырсақ, 36 мен 14 сандарының қосындысы 40-қа тең емес деп жазамыз. Келесі бізде 80 мен 15-тің айырмасы 80 мен 25-тің айырмасынан кем дейді. Бұл бізде тағы да жалған. Ақиқатқа айналдырамыз. 80 мен 15-тің айырмасы 80 мен 25-тің айырмасынан кем емес деп қоямыз. Келесі бізде 14 және 25 үш таңбалы сандар. Бұл жерде айдан анық үш таңбалы сан емес, 2 таңбалы сан екені. Демек біз ақиқатқа үш таңбалы сандар емес деп жазамыз. Яғни мына жерде бізде
емес және де екендігі жалған деген сөздермен пікірлерді жоққа шығарады екенбіз. Келесі бізде 19 және 18 сандарының қосындысы 37-ге тең дейді. Бұл бізде ақиқат, мінекей ақиқатты А деп белгілейміз. Келесі кез келген тік төртбұрыш шаршы бола алады. Бұл бізде жалған, кез келген тік төртбұрыш шаршы бола алмайды. Келесі бізде 6-шы есеп. Әр есепке лайықты сызба және теңдеу таңда дейді. 6-шы есепте бізде бірінші сызбасы берілген. 210 километр барлығы, мына жері 60 километр, мына жері 50 километр сағатына көбейтілген X. X бізде белгісіз, теңдеу шығаратын боламыз. Яғни біріншісінде бізде 50 көбейту X қосылған 60 тең 210-ды таңдап алатын боламыз. Енді осыны біз теңдеу етіп шығарамыз. Алдымен 210-нан аламыз 60-ты 150 болады. Енді X-ті табу үшін 150-ге бөлеміз 50-ді, сонда X тең 3-ке. Сағатын, яғни уақытын белгілеп тұрамыз, жерде X сағат болып тұр. Сонда ол жер 3-ке тең болады екен. Сонда теңдеудің екі жағы да 210 тең 210-ға. Демек, студент автобуспен 3 сағат жүреді екен. Келесі ән нұсқасында оқимыз берілгенін. Қала мен ауылдың арақашықтығы 210 километр. Студент қаладан ауылға бару үшін 50 километр сағат жылдамдықпен жүретін автобуспен 3 сағат жүрді. Қалған жолда жол жөнекей кездескен машинамен жүрді. Студент машинамен қандай арақашықтықты жүріп өтті. Мына жерде мінекей қаладан ауылға дейін 210 километр. Енді машинамен, яғни қанша километр арақашықтықты жүріп өтті, X-ті табатын боламыз. Алдымен ол үшін біз 50 көбейтілген 3, өткені мінекей 3 сағат жол жүреді. Әр сағаты 50 километрден. X мына жерде машинаның күн табамыз, сонда қала мен ауылдың арақашықтығы, яғни S 210 болып тұр. Бұл теңдеуді де шығаратын боламыз. Ең алдымен 50-ді 3-ке көбейтеміз 150, қосылған X тең 210. Енді X табу үшін 210-ды азайтамыз 150-ден, X тең 60-қа. Сонда машинамен 60 километр арақашықтықты жүріп өткен екен жауабы. Келесі бізде 7-ші есеп. Табиғат зерттеушілеріне көбінесе әртүрлі есептерді жиі шығаруға тура келеді. Оларға көмектес. Есептерді шығар, өрнектерді жаз дейді. А нұсқасында инелік қанатын секундына 1600 рет қағады. Ол 1 минутта қанатын неше рет қағады дейді. Секундына 1600 қақса, ал енді біз оны 1 минутта неше қанат қағатынын табуымыз қажет. Алдымен берілгені жазамыз. Ол үшін енді бізде 1 минутта 60 секунд бар. Демек, біз 1600-ді көбейтеміз 60-қа. 96 болады. Сонда жауабы инелік 1 минутта қанатын 1 минутта 96 мың рет қағады екен. Екіншісі бізде ән нұсқасында соны 3 сағатта 27 километр жерді ұшып өтеді. Оның жылдамдығы қандай дейді. Яғни 3 сағатта 27 километр жерді ұшып өтсе, біз километрді, яғни арақашықтығын бөлеміз уақытқа. Демек 27-ні бөлеміз 3-ке, сонда 9 километр сағатына ұшып өткен екен соны. Бұл нұсқасында Лашын 60 км сағат жылдамдықпен ұшады, ал олжасын аулаған кезде оның жылдамдығы 5 есе артады. Лашынның олжасын аулау кезіндегі жылдамдығы қандай дейді. Демек 5 есе артады десе, біз көбейтеміз, 5 есе деп тұр ғой. Бұл бізде 5 есе артық болса, онда V2-ні табу үшін V1-ді көбейтеміз 5-ке, сонда 60-ты көбейтеміз 5-ке, 300 км сағатына. Жауабы Лашынның олжасын аулау кезіндегі жылдамдығы 30 км сағатына екен. 300 км сағатына екен. Келесі бізде 8-ші есеп. Есептеп дұрыстығын тексер дейді. Яғни бөлу амалымен берілген барлық есептер біз көбейту амалымен тексеретін боламыз. Ең алдымен 8602-ні 17-ге бөлсек 506 болады. Ал 506-ны 17-ге көбейтсек 8602 шығады.
84.420-ны 14-ке бөлсек 6030 шығады, көбейтсек тексереміз. 8925-ті 85-ке бөлсек 105 шығады, көбейтумен тексереміз. Келесі бізде 973.920-ны 24-ке бөлсек 40.580 болады, көбейтумен тексереміз. Және де 947.700-ді 45-ке бөлсек 21.060 шығады екен, көбейтумен тексереміз. Келесі 958.830-ді 31-ге бөлсек 30.930 шығады, көбейтумен тексереміз. 820.680-ді 21-ге бөлсек 39.080 шығады, көбейтумен тексереміз. 867.720-ны 42-ге бөлсек 20.660 шығады, көбейтумен тексереміз. Және де соңғысы бізде 681.850-ді 65-ке көбейтсек 10.490 болады. Ал 10.490-ды 65-ке көбейтсек 681.850 шығады екен. Келесі бізде 9-шы степ, ойлан және жауап бер дейді. Шыншыл үнемі тек шындықты дұрысын айтады, ал өтірікші үнемі жалған өтірік сөйлейді дейді. Енді қараймыз. Өтірікші мен шыншылдың әмиянында монеталар бар. Олардың не айтқанын оқи және әрқайсының әмиянын тап дейді. Шыншыл айтады, мысалы, менің әмиянымда барлығы 5 монета бар дейді. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Екі әмиянда да, бұл жерде қарап тұрсаңыздар, 5 монета бар, иә? Бұл жерде бізде 50 теңге бар, сосын 20 теңге бар, сосын 20 теңге, 10 теңге бар, 10 теңге бар тағы да, иә? Және тағы да 5 теңге бар екен. Бұл бізде, ал мына жерде 50 теңге бар, 1 теңге, 2 теңге, 1 теңге, 2 теңге бар екен. Енді, өтірікші айтады, менің әмиянымда ақша 100 теңгеден кем емес деп тұр, иә? Енді сонда бізде бірінші әмиян, 50, 20, 10, 15 болып тұрған мына әмиян бізде өтірікшінің әмияны бар екен. Өткені мына жерде біз қоссақ 50, 60, 70, 80, 90, 95, иә? 95 теңге бар. 50, 60, 70, 80, 95, неқті 95 теңге бар, иә? Және де 5 монета бар. Бұл жерде біз өтірікшінің монетасы екен. Яғни 100 теңгеден кем емес деп өтірік айтылып тұр, иә? Мынада бізде 50 теңге, 100, және де мына жерде 2 теңге, 1 теңге, 1 теңге, иә? Барлығы бізде мына жерде 5 теңге, сонда 105 теңге. Бұл бізде шыншылдың әмияны екен. Сонда бірінші әмиян өтірікшінікі, екінші әмиян бізде шыншылдығы екен. Келесі бізде 10-шы есеп. Бұл жерде әр пікірдің ақиқаттығын немесе жалғандығын анықта. Алдымен ақиқат пікірлерді жаз, содан кейін екендігі жалған сөзінің көмегімен жалған пікірлерді ақиқатқа айналдыр және оларды жаз деп тұр. Қаңтар айында 32 күн бар. Бұл бізде жалған, ешқандай айда 32 күн жоқ, иә? Ең дегенде бізде 31 күннен аяқталады, иә? Қаңтар айында 32 күн бары екендігі жалған. Демек біз қаңтар айында 32 күн бар екендігі жалған деп жазамыз. Келесі қайың, жалпақ, жапырақты ағаш, бұл бізде ақиқат. Ара бізде жәндік, бұл да ақиқат. 99 ең үлкен 2 таңбалы сан, бұл да ақиқат. Өйткені 100 бізде арғарай 3 таңбалы болып кетеді. 260 пен 70-тің қосындысы 320-ға тең, бұл бізде жалған. Яғни біз оны екендігі жалған деген сөзбен қосып жоққа шығарамыз. 260 пен 70-тің қосындысы 320-ға тең екендігі жалған деп жоққа шығарамыз, иә? Одан кейін кит бізде балық, бұл бізде жалған. Киттің балық екендігі жалған деп жазамыз. Және де 120 саны 60-тан 2 есе артық. Бұл бізде ақиқат. Бүгін күн жарқырап тұр. Бұл да бізде ақиқат. Яғни бізде қаңтар айында және 260 пен 70-тің қосындысы және кит балық екендігі жалған екене. Бұл бізде жоққа шығарамыз, екендігі жалған деген. Және оларды жаздық. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.